Сәлем достар, сіздермен бүгін торттың сыртына обтяжка жасаймыз. Ол үшін ең алдымен сахарный пудра мен сары майымызды миксермен араластырып аламыз. Сары май міндетті түрде комнаталық температурада болу керек, және де сары майдың сапасы жақсы болу керек, маргарин пайдаланбаймыз. Творожный сырды қосып миксермен араластырып аламыз. Түйіршіктер қалмау керек, әйтпесе ол торттың сыртын қаптаған кезде түйіршік болып көрініп тұрады. Қалаған красителімізді қосып, торттың сыртына керек түсті шығарып аламыз. Кремнің түсі ойдағыдай шықпаса, тағы да краситель қосып, керекті түсті шығарып алсаңыздар болады. Креміміз дайын болғаннан кейін арнайы кондитерлік қапқа салып аламыз. Творожный сырымызды қолданар алдында кемінде 1 сағат бұрын алып шығып дайындап қою керек. Бірден холодильниктен алып қолдануға болмайды. Торттың сыртына обтяжка жасар кезде тортымыз кем дегенде тоңазытқышта 8 сағат тұрған торт болу керек. Видеодағындай кремді осылай айналдырып отырып бірдей етіп жағып шығамыз. Торттың сыртына обтяжка жасар кезде сіздердің комнаталарыңыз ыстық болмау керек. Алдын ала терезені ашып суытып алғандарыңыз дұрыс. Спатуланың көмегімен бірінші торттың үстін тегістеп шығамыз. Егер де сіздерде сары май болмаса, оның орнына сливки қолдануға болады, кілегей. Бірақ та кілегейге қарағанда сары май қосылған крем обтяжкаға өте жақсы шығады. Сливки қосылған крем қатты өз формасын ұстап тұрмайды деп айтуға болады. Спатуланың көмегімен торттың жан-жағын осылай астынан үстіге қарай тегістеп аламыз. Сол кезде сіздерге шпательмен жұмыс істеуге оңайырақ болады. Крем жетпей тұрған жерге сіздерге кремді қосып жіберуге болады. Темір немесе пластмассовый шпательмен қолдануға болады. Түзететін кезде торттың сыртын, тым болмаса линейкамен де түзетуге болады. Торттың сыртын шпательмен түзеткен кезде шпательді қатты баспаймыз. Крем жетпей тұрған жерге осылай спатуланың көмегімен жағып шықтым. Сіз енді бастап келе жатқан кондитер болсаңыздар, сіздерде бірден жақсы шығады деп айта алмаймын. Ол үшін қолды үйрету керек. Бірнеше рет істегеннен кейін ойдағыдай шығады. Крем үстіне осылай шығып кетсе, спатуланың көмегімен тегістеп аласыздар. Торттың бір шетінен екінші шетіне жеткенше дейін поворотный столикті тоқтатпай айналдырып тегістеп аламыз. Торттың сыртына обтяжка жасап алғаннан кейін кемінде 3-4 сағат немесе 1-2 сағат тоңазытқышта тұру керек. Подложканың үстіндегі артық кремдерді таза салфеткамен ақырын сүртіп аламыз. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп лайк басып шығуды ұмытпаңыздар.